көп көтөрген жаңа бейне клипти Шахаризат Сейдахметте келди арнага. Бейнебаянды түсіру барысында біраз қиындықтарды артқа тастап, қуанышты күнге де жеттік. Енді 5000 мен 7000 шақырымның арасында түсірдік деп, жүріп өтіп түсірдік деп айтып өткен болатынбыз. Енді ол 1,5 сағаттық түсірілген түсірілімдердің арасынан бар жоғы 4 минут қана алынды. Досы Бақытжан Желдірбаевпен дуэтте орындаған Туған топырақ әні жуырда ел назарына ұсынылады. Түсірілімі оңайға соқпаған жаңа туындының сәтті шыққанына жігіттер сенімді. Бейнебаянымыз сондай бір бейнетпен келді негізі. Сол еңбегіміз енді ақталам екен, халықтың көңілінен шығам екен деген сондай бір бізде ой бар. Шығатын шығар деген сенімдеміз. Ал біз сәттілік тілейміз. Компания бейнебаянын түсірген бар шығармашылық топқа алғыс айтады. Үй жағынан, басқа да жақтарынан қамтамасыз еткен, қонақ қылған талай-талай адамдар бар. Ол кісілерге мыңда бір алғысымызды білдіреміз. Атап айта беретін болсақ, список деген көбейіп кете береді. Еңбек қашанда бәрін жеңбек. Жаңа ән жаздырып, бейнебаян сүруге ешқашан ерінбейтін еңбекқор жұлдыздардың жаңалықтарын күн сайын Той Думанның эфирінен көріңіз. Туған жерім қымбат маған, тау-дала, алтын бесік жер жәннаты аумаған.